Сәлем балалар, қалайсыздар? Бүгін әдебиеттік оқу 3 сынып 66 сабақ. Сабақтың тақырыбы алғашқы ұстаз. Ендеше берілген тапсырмаларды қарайық балалар. Бізге берілген бірінші тапсырма: кел балалар оқылық өлеңін есіңе түсір. Оны жазған кім? Сөзжұмбақты дұрыс шешсең, сарғыш түсті торкөздерден есімді шығады. Бірінші, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқыл. Екінші, кел балалар оқылық. Үшінші, оқысаңыз балалар. Төртінші, шамнан шырық жағылар. Бесінші, сиса көйлек үстінде. Алтыншы, қартайғанда мал тайса. Бұл балалар Ыбырай Алтынсариннің өлеңі екен, иә балалар? Ал енді балалар, келесі бізге берілген тапсырманы бірге қараймыз. Екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Алғашқы қоңырау. Қақылды зор қоңырау күмбірледі. Аралап айлық жерді, күндік жерді. Ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан аты жөні, кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнаушының. Қалың ел қараказан сары баланың, қашанғы арын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспанында ұшты бүгін. Ыбырай, Ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасын құшты қырын. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Ғафу Қайырбеков ақын. Ғафу Қайырбеков 1928-94 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған. Оның «Дала қоңырауы» атты поэмасы бар. Онда Ыбырай Алтынсарин бейнесі сипатталған. Бұл ауызша тапсырма балалар, иә? Екінші, үшінші тапсырмалар ауызша тапсырма бізге берілген. Енді біздер келесі тапсырманы қарайық. Ыбырай Алтынсарин туралы мәлімет жинам. Ыбырай Алтынсарин 1841-1884 жылдары қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григоровпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануын рұқсат етті. Білімге аса құштар болған жас уақытын бәрін сол кітапханада өткізді. Білімген үстіне біле түсем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылмас жас Ыбырайдың өмірлік кредосына айналды екен, иә балалар? Бұл Ыбырай Алтынсарин енді айтып тұрғандай жазушымыз, қоғам қайраткері, иә балалар? Балалар, менің каналымда қазақ тілі және әдебиеттік тану және де математиканың барлық жауаптарын таба аласыздар. Егер де қызықтырса, менің каналымна лайк басып тіркеліп алыңыздар. Ал келесі тапсырма, бесінші тапсырма: мынадай топтарға бөлініп Ыбырай Алтынсарин туралы сөйлеуге дайындалыңдар. Ағартушы, жазушы, ақын. Ыбырай қазақ хрестоматиясына кірген елдерінде де халық ағарту идеясын көтерді. Оның «Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар» өлеңдері осындай мақсатта туған. «Кел балалар оқылық» өлеңі жастарды оқуға, білімге алуға шақырды. Ал енді өлеңді оқиық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Әлпеш деген атана қартаятын кім болар? Қартайғанда жабығып, мал таятын кім болар? Ата-енең қартайса, тіреу болар бұл оқу. Қартайғанда мал тайса, сүйер болар бұл оқу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық екен балалар. Енді келесі 6-шы тапсырманы қарайық балалар. Ыбырай Алтынсарин туралы білгеніңді сызбаға түсір. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған. Ыбырай ұстаздықты мектепте ашып, қазақ балаларын оқуға армандайды. Балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.